Армысыздар, құрметті достар, бүгін мұнай туралы сөйлесеміз. Осы не құрылтай каналда сіздермен бірге мен Гази Сабишев. Бүгін қонағымызда мұнай аналитик, Oil and Gas аналитик телеграм каналының авторы Абзал Нарымбетов. Сәлеметсіз бе? Абзал. Сәлеметсіз бе. Ең бірінші сұрақ, Абзал, кезінде ақш президенті Барак Обама Ресейді мемлекеттің рөлін ойнайтын жанармай құю станциясы деп аталды. Енді дәл қазір Қазақстанды солай атауға бола ма? Енді әр нәрсенің өзінің танымына байланысты ғой. Кейбір мәселелер, заттар бар, мысалы, қалай атайсың, солай адамдар қабылдайды. Ресейді жәндегі былай психологиялық тұрғыдан бәлкім жәндегі адамдарға шамалы негатив тұрғыдан көрсету үшін бәлкім айтуы мүмкін. Жанармайға ұқсайды. Жанармай бензин колоннасы, және адамдар жанармай құятын бензин колонны ойлайды, ол жердегі жәндегі иісті ойлайды, сол келеді негізі сезім ретінде. Бірақ былай қарап отырсаңыз, Норвегия мысалы да, Еуропаның ең әл ауқаты жағынан дамыған бірінші орындағы мемлекет. Ол да мұнай арқылы негізі дамыды. 1970 жылға дейін мұнай болмаған. 1970-тен бастап мұнай шыға бастады алғаш рет 1972 жылы. Қазір Еуропаның ең кедей мемлекеті болды бұрын, мұнайдан бұрын, мұнайдан кейін ең бай мемлекеті болды. Мұнайды өз әл ауқатын көтеруге қолданған, тиімді қолданған мемлекет. Сондықтан мұнай ол берілген мүмкіншілік, сіз оны қалай қолданасыз, қалай дамуыңызға өзіңізге тиімді пайдаланасыз, солай септігін тигізеді. Кейбір мемлекеттер бар, енді мұнай оған кері әсер етеді. Мысалы, ол мемлекеттерде мұнай болған жоқ, мұнай шықты, әл ауқаты төмендеп кетті. Демек, бұлар ол берген мүмкіншілікті дұрыс қолдана алмады. От секілді ғой. От, мысалы, біреу келеді, оны тамақ пісірсе, біреу келеді, жағып жіберуі мүмкін бұл жерде. Бірақ бұл мұнайдан келетін табысы қалай біз есептейміз және қолданамыз? Бұл ең бірінші сұрақ. Мысалы, Норвегияда ғылыми зерттеулер бар, және де қалай олар мұнай ақшаны инвестицияға жібереді. Сондықтан оларда көптеген экономиканың дамытуы бар, бірақ та Қазақстанда жоқ. Біздің экономикамыздың ішінде мұнай, мен білмеймін, 60 әлде 70% бар, бірақ та сондықтан біз дамытқан экономика емеспіз, солай емес пе? Енді жоқ деп айту енді қатты кетеді негізі. Дамыдық, үлесі бар мұнайымыздың. Жаңа айтқаныңыз секілді мұнайдың үлесі бізде 60-70 арасында пайыздан құрайды. Норвегия кезінде 90%-ға дейін құраған. 90%-ға дейін мұнайдан алып отқан өзінің кіріс табысын экспорттан. Қазір 70%. Негізі Норвегия қатты ұқсаймыз бұл тұрғыдан. Экспорт жағынан да, күнделікті өнім шығару жағынан да. Біз Норвегияға қазір тепе-теңбіз. Мұнай, егер бұлай есептейтін болсақ, 50 жылға келген нүкте Норвегияның, біз 30 жыл, бәлкім бір 20 жылдық алды әлі жоспарымыз бар, бәлкім. Егер әлі де кеш емес, мұнайдан Норвегия секілді тиімді қолдана алмасақ та қолданып жатырық. Үмітіміз енді бар, Норвегия секілді қолданамыз. 20 жылдың ішінде Норвегия секілді бәлкім одан да асып кетеміз деген. Жарқын болашаққа сенемін дейміз. Жарқын болашаққа. Енді мен позитив қарағанды жақсы көріп, сондықтан әр нәрсенің позитив, бірақ оның бір өзінің тәсіл жолы бар, сол жолын қолдану керек. Мұнайдың бағалары құласа, әр мемлекет басқа әр жолмен шыдайды, оны бағалар құласа. Бірақ біз қалай шыдаймыз? 20 жыл бұрын мұнайдың бағасы $10 болды. Және бұл бізге үлкен мәселе болатын болды 20-25 жыл бұрын. Сондықтан бұл не туралы? Бұл өзің құны туралы, өзің өндіріс құны қандай Қазақстанда? 5 жыл бұрын мұнай министріні Сауат Мыңбаевты сұрадым. Қазақстанда өндіріс құны қандай? Ол айтты $27. Бұл 6 жыл бұрын болатын болды. Сонда дәл қазір қалай, өндіріс құны қандай? Енді әр мемлекеттің өзінің мұнай құны бар. Жаңа сіз алдында өзіңіз айтқан секілді, Сауд Арабияда мысалы $10 жобасына дегендей. Бұл мағлұматты мен іздедім, бір документтен таптым. Ол документ Сауди Арамканың 2018 жылы 2019 IPO-ға шықты ғой. 2018 жылы проспект дайындады документте. Сол документте әр мемлекеттің мұнайының құны бар, өзіндік құны бар.
ол енді мақсаттары ол көрсету болған шығар, Сауд Арабияда ең арзан мұнай өзінің құны деген. Сол жаңа реклама, жарнама ретінде өзіне шығарған болу керек. Сонда Қазақстан тұр. Қазақстан екі құны тұр. Біреуі құрлықтағы мұнай шығаруы, суша дейміз, на суша. Біреуі теңіздегі, офшор дейді. Құрлықтағысы $40 екен, орташа алғанда. Енді әр кен қоры емес, бүкіл кен қорының орташа өзінің құны $40, теңізде $50 болды. Сонда 40-50 арасы. Енді бүгінгі таңда мұнайдың бағасы $57. Сондықтан қазір комфортный дейді және өзіміздің жайлы неге кіріп келе жатырмыз жәндегі кезеңге. 2020 жылы қиын болды. Себебі 40-50-ден әлдеқайда төмен болды. $11 түскен кездер болды. Біз өзіміздің жәндегі мұнайымыздың. ақш-тағы мұнай -40, бір күндік енді бір сессия ғой, -40-қа дейін түскен кез болды, тарихи оқиға болды. Енді оның бәрі өтті. Қазір мұнай қайтадан қалпына келіп жатыр, көтеріліп жатыр. Сондықтан қазір жайлы деп ойлаймын. Қазақстандағы мұнай компанияларына салық алу схемасы қандай? Неше пайыз салық аламыз мұнайдан? Енді салық алу жағы салық кодексінде жазылған. Ол жақта жәндегі ЭТП деген бар, рентный налог деген бар, КПН деген бар. Ол бәріне стандарт негізі. Ол жерде жеке ешкімге ереже жоқ. Ереже бәріне бірдей. Енді кейбір кен қорлар бар, 90 жылда қол қойылған, жәндегі СРП дейді ғой. Олар енді жеке сол кездегі 40 жылға қойылған келісім шарттары. Одан оларды қазір ондай шарттар жоқ. Бүкіл 200-ден аса келісім шарт болса, оның бір 7-8 ғана құрайды, оны егер қателеспесем. Қалғандары жалпы ережемен жүреді. Ол салық кодексіне байланысты, ол мұнай бағасына да байланысты, соған қарай өзгеріп отырады. Белгілі осындай дәрежеде пайызың жоқ. Мәселе бір мұнайдың бір баррелі, біз оны қалай санаймыз? Бұл баррельдің бағасы дәл қазір $60 болса, оның ішінде $50 ол өз құндығы, сондықтан $10 ішінде бұл біздің табысы, салық неше пайыз болады оның ішінде? Жаңа айтқандай мұнай бағасына байланысты. Сосын және ЭТП деген бар, әр тоннасына байланысты. Ол өзгеріп отырады. Мемлекет оны, мысалы, мұнай бағасы төмен түссе $20 болуы мүмкін, көтерілсе $40 болуы мүмкін. Сондықтан мен ол салық жағына не емеспін енді, маман емеспін, бірақ салық жағына хабарым бар. Жобамен де айтуым қиын, себебі мұнай бағасы қатты өзгереді, мұнай байланысты. Қазақстанда жеке мұнай компаниялары және ұлттық мұнай компаниялары бар. Оны салыстырсақ, айырмашылығы неде? Енді бір таным айтып кетейік, жеке деген қандай, ұлттық компания дегенде. Жеке компания деген сөз жеке меншік компаниялар, мұнай компаниясы. Оны жәндегі шетелде independent дейді, немесе жәндегі одан басқа, одан да үлкен ТНК дейді, жәндегі орысша атап келген кезде, олар дүние жүзінде жәндегі Exxon Mobil секілді, немесе Alp зауыт жәндегі компаниялар. Олардың шарттары жеке болуы, екінші шарты интегрированный дейді, және вертикально интегрированный. Бұлар барлау іздеуден бастап мұнай өнімін маркетингке дейін жасайды. Әр салада өзінің үлестері бар. Бұл компания Alp компаниялар. Сосын бұлар дүние жүзінде көптеген мемлекеттерде орналасқан. Кен орындары бар, зауыттары бар. Ұлттық компанияның айырмашылығы, олар сол мемлекетінде орналасқан. Екіншіден, оның егесі ұлттық компаниялар сол мемлекет. Я 100% болады, немесе мажоритарный акционер дейді ғой. Сол екіге бөлетін болсақ, егер ұлттық жәндегі жеке компаниялар деп, жеке компаниялар олар заманның талабына сай тез өзгереді. Мысалы, мұнай бағасы түскен кезде олар инвестицияны тезірек азаяды, адамдарды жаңасын алмайды, бәлкім қысқартады. Соған қарай адаптация тезірек болады оларда. Ұлттық компаниялар, олар жеке компаниялар салыстырғанда баяу, жай әрекет етеді. Себебі олар тек қана заманауи жәндегі өздерінің акционерлерін тек қана несін орындамайды, жәндегі жеке компаниялардың өзінің акционерлері болса, көптеген ұлттық компания акционері ол мемлекет. Ол мемлекеттің саясатын, стратегиясын орындайды. Сондықтан ұлттық компания мен жеке компаниялар өздерінің және стратегиялық мақсат жағынан өзгешеліктері бар. Оның кезінде бір кісі маған айтқан, бір француз кісі оны, ұлттық компания мен жеке компания айырмашылығы кезде, ұлттық компания үлкен бір робот ретінде қарайтын болсаң, жүріп келе жатқан дейді. Жеке компаниялар қоян секілді дейді. Олар тез-тез үлгереді дейді, жаңағы заман несіне. Ұлттық компаниясы ол тек қана Қазмұнайгаз біздің елімізде. Әр мемлекеттің өз ұлттық компаниясы бар. Біздегі Қазмұнайгаз, Ресейдегі Роснефть, Газпром.
Әзербайжан, Сакар, араб мемлекеттері әрқайсының өз ұлттық компаниялары бір немесе бірнеше. Бірақ теңге Шевройлдың ішінде 10% Қазмұнайгаздың пайызы 20%. болса да, 20%, иә, бірақ та бұл теңге Шевройлды ұлттық компаниясы деп санауға болмайды. Санауға болмайды, себебі оператор, бұл негізі ТШО өзі бір оператор. Ол сол кен орнын өңдейді, шығарады, мұнай шығарады. Бұның акционері 50% Шеврон. Әрі ол оператор, ол жеке меншік компания. Сондықтан жеке компаниялар туралы айтсақ, тиімділік пен рентабельдік туралы айтсақ, оның деңгейі жоғары деңгейде, солай. Иә, жеке компанияларда эффективность жағы дейді ғой, ол жоғарырақ. Мысалы, мен Telegram каналымда бір анализ бар, енді ол бүкіл компаниялардың ашық түрде берілген мағлұматтарын алынған. Сол жерде әр компанияда қанша баррель шығарады әр жәндегі жұмысшы дейді. Соны мысалы өндірісті мұнайды адам санына бөлген кезде ұлттық компаниялар 10 есе төмен. Өткен жылда мұнайдың бағасы құлаған. Біз бәріміз көрдік бұны, $20 болды, $25 болды. Содан кейін Қазақстан мен Ресей ОПЕК плюс келісім шартқа қосылған. Қазақстанда бұл келісім шарт ОПЕК плюс жақсы ма, жаман ба? ОПЕК плюс жалпы алғанда жақсы. Себебі мұнай және 2015-те осындай бір жағдай болды. Мұнай көп болды. Талап және ұсыныс көп болды, талап аз болды. Талап аз болған кезде ұсыныс көп болса, мұнай құнсызданады, бағасы түседі. Сол секілді 2020-да мысалы мұнай ұсыныс және талабы аз болды. Және сіз адамдар және карантин болды, локдаун болды дейді, әрекет азайды, мұнайдың және сұранысы азайды. Азайған кезде бұның ОПЕК-тің бір плюсы дейді, ол бір келісім алып мұнайды және шегереді өнімін бағаны ұстап қалу үшін. Себебі арзан сатып өз зияны тигеніне қарағанда мұнайды қысқартып, мұнайдың бағасын және өнімін қысқартып, бағасын көтеріп, содан пайда көрген дұрысырақ. Жалпы алған кезде, енді жалпы анализ ретінде. Қазақстан бұған кірді, Ресейде кірді, бірнеше мемлекет кірді, келісті, оның несін көрді, септігін көрді. Мұнайдың бағасы көтерілді. Белгі жерде тоқтады, төмен түсуі одан ары қарай көтерілді. Бүгінгі таңда енді омынға басында Қазақстан 5 қаңтарда келіспеді, одан кейін 6 қаңтарда келісті. Ресей мен Қазақстанға жеке шамал көтеруіне рұқсат берді. Рұқсат енді келісім ғой, енді келісті. Қазақстанға 10 мың, Ресейге белгілі 65 мың сондай мөлшерде. Енді 10 мыңды алатын болсаңыз, 2019-да Қазақстан күніне 2 миллион баррель шығарған екен. Ол мұнай және конденсатпен бірге. 10 мың 2 миллионда 0,5% пайыз. Ол негізі қарап отырсаңыз ештеңе емес негізі. Ол өте кішігірім мөлшер. Бірақ енді ол не дейді ғой символикалық бір жағынан ол келісім, переговоры дейді, negotiation дейді ғой, ол жағынан да бәлкім жақсы да. Себебі Қазақстан өзінің шарттарын белгілі дәрежеде ала білді. Тек қана келісе қойған жоқ та, осындай болады деп белгілі дәрежеде өзін қоя білді шарттарын. Сондықтан ол да жақсы негізі, аз да болса. Құрметті көрермендер, осы нүктеде лайк басып, пікіріңізді жазып жасаңыздар. Пікіріңізді мұнай туралы жазсаңыз жақсы болады. Пікіріңіз қандай сұраққа жауап бересіз қазір? Мұнай Қазақстанға жақсы нәрсе, әлде қарғыс? Біз пікіріңізді күтіп отырамыз осында. Келесі сұрақ, алдағы 10-15 жылдың ішінде мұнай бағаларына стратегиялық болжамы қандай? Мысалы, біз енді $100 бағасына ешқашан қайтпаймыз. Жаңа $100 деп айттыңыз негізі. Біз белгілі бір кезеңде кірдік қой $100-ға. $100-ға дейін барды мұнай бағасы. 2008-ге де барды бір рет, 2011-14 арасында барды $100-ға дейін, 10-14 арасында. Соған үйреніп қалдық біз. Негізі $100 деген сөз, мысалы мұнайдың өз құнысы $40 дейтін болсақ, $100, $60 пайда көрдік та әр баррельден. Біз жаңағы пайда емес, супер пайдаға үйреніп қалдық. Жаңағы көп ақша келгенге үйреніп қалдық та. Бірақ басқа бизнес көздеріне қарайтын болсақ, мұнайдан басқа, олардың маржасы 10-20 мысалы пайыз, оның өзі жақсы. Сол үшін соған бейімделу керек, заманына сай. $50 да аз емес негізі. Соны тиімді қолдана білу керек.
кезінде сіз айттыңыз жаңа $25 дедіңіз. 25 жыл бұрын $10 түсті деді. Ол кезде де пайда көрді ғой, иә? Пайда көрген компаниялар болды, мемлекеттер болды. Сондықтан жаңағы өзімізді қатты жәндегі комфортный жәндегі условия дейді жәндегі жағдайларға өзімізді қатты бейімдемей, мұнай бағасын мысалы белгілі жерде шектеп, сол пайданы дұрыс пайдалана білу керек деп ойлаймын. Жуырда мысалы 5-10 жылға жоспар беретін негізі мұнай бағасын көп емес негізі мекемелері. Көбінесе осы жылға, келесі жылға, ары кетсе 3 жылға береді. Енді ол қазіргі болжамдарға қарайтын болсақ, компаниялардың болжамдары бар, жаңағы үлкен финансовый институттардың, банктердің, мекемелердің болжамы бар. Оған қарайтын болсақ, $50-65 арасы. Сіздің ойыңызша 10 жыл ішінде бағасы қандай болады мұнайдың? Мұнайдың бағасы? Иә. Мен өз ойым енді білмеймін, бірақ жалпы алғанда сол $60 жобасында болады. 60 плюс-минус $10 деп ойлаймын. Жасыл технологиялар енгізілсе, мұнай керек жоқ болады, сондықтан бағасы құлайды, солай емес пе? Енді жасыл технология деген айттың жаңа альтернативалық жәндегі күш қуат көздері ғой, жәндегі желден алады, күннен алады, басқа да. Олар осыдан бір 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын басталған әрекет. Қазіргі таңда 10%-ын құрайды дүние жүзінде. 5-10% арасында. 2030-да мұнай өзінің үлесінен газға береді. Газ көбірек болады. Альтернатив 2040-2050-ден бастап көш басы болады дейді. Сол кезде ең үлесі көбейеді дейді пайызы жәндегі. Бәлкім жәнісі. Бірақ 100% болу өте қиын. Ол кездің өзінде бір 40-50%-ға көтеруі мүмкін. 30-40-50 немесе пайыз. Сондықтан көмір мысалы 150 жыл бұрын болды, көмір бірінші орында болды. Қазіргі таңда 20-25% көмірдің үлесі. Жоқ болып кеткен жоқ қой. Көмір келе жатыр да. Көмірде жәндегі сеп жатқан компаниялар бар, адамдар бар, мекемелер бар. Оның үлесі азайды, басқа энергия көздері болды. Ол мұнай болды. ақш-та демократтар не деп жатыр? Бүкіл көмірді жабамыз. Солай Хиллари Клинтон айтатын болды. Әлемде көмір болмайды бір 20 жыл ішінде, өйткені американдықтар бәрін жабады. Енді американдықтар қанша көмір қолданады? Мысалы Европада жабылып жатыр. Англия алғашқы мемлекеттердің бірі көмірді қолданбаймыз деп жатқан. Басқа да мемлекеттер жауып жатыр. Бірақ сұранысқа қарайтын болсаңыз, көмірдің сұранысы келесі 10 жылда ең көп Қытай мен Индиядан келеді. Соңғы 10 жылда да сол мемлекеттерден келген. Сондықтан белгілі жерлерде көбейеді, белгілі жерлерде азаяды. Жауып татса бәлкім. Бірақ оның үлесі жалпы алғанда қатты енді төмен түседі, бірақ қатты өзгере қоймайды. Сонымен бірге сондай нәрсе газ угольных пластов бар, бұл көмірден газды алу болады. Бұл туралы көптеген айтты, бірақ та әлі де ештеңе енгізілген жоқ, солай ма? Ол қай деңгейде қазір? Сіз жәндегі метаны угольный метандық газ көмір кен орындарынан алынатын. Қарағандыдағы 5 жыл бұрын айтылған әңгіме, бәлкім одан да бұрын айтылған әңгіме. Не болып жатыр деген. Негізі әр нәрсе экономикаға тіреледі, техника экономикаға. Техникалық жағынан кен қоры көп болуы мүмкін, бірақ экономика жағынан егер тиімсіз болса, оны тиімсізді кім шығара қояды? Ол салыстырмалы түрде дегенім ғой. Метан газы мысалы өз газ немесе мұнайдан немесе көмірден тиімсіз де болса, онда адамдар көбінесе көмір, мұнай, газ шығара бастайды. Қымбат технология ма? Ол жағын білмедім, оның жәндегі несін қараған жоқпын. Жәндегі техника экономикалық жәндегі өзінің есептеулері болады ғой, оны қараған жоқпын. Бірақ енді әрекет болмаған қарағанда, демек солай деген бір неге келдім де, өзім бір тұжырымға келдім. Бәлкім солай болар. Көреміз енді 5 жылда қалай болады, бірақ соңғы 5 жылда әрекет болмаған қарағанда солай шығар деймін. 15 жыл бұрын мұнай компанияның ішінде жұмыс істеу әр қазақтың арманы болатын болды, мен ойымша, өйткені табысы үлкен болды. Бірақ дәл қазір ситуация қандай болып жатыр? Қазақтар мұнайда істегісі келе ме? Енді дәл осы сұрақты негізі қазір көптеген студенттер келіп сұрайды менен. Себебі олардың келешектері ғой, болашақтары. 2001 жылы мен бітірдім оқуды, мектепті. Сол кезде ойланған жоқпын. Ол кезде мұнай жәндегі сіз айтқан секілді IT саласы секілді дүркіреп тұрған сала болды. Мұнайшы болсаң, бай боласың, жұмысың болады, айлығың жақсы болады деп. Мен сол кезде ойланбастан мұнай таңдадым. Бірақ мұнай қандай екен кейін білдік. Оны енді жәндегі кен орнына барасыз, жәндегі үсті басыңыз, жәндегі балшық, одан жәндегі ұңғыманы қазасыз деген секілді. Олардың бәрін кейін көрдік, практикада көрдік. Енді қазіргі дүркіреп тұрған сала IT саласы. Сондықтан мен студенттерге сұраған кезде айтамын, мұнай саласы түптен жоқ болып кетпейді. Ол болады, ол қалады.
бәлкім бірақ 2001 жылдардың басында сияқты дүркіреп тұрып көбейе бермейді. Сол деңгейде қалады, бәлкім азаяды. Сондықтан сіздер алдын ала есептеулеріңіз керек. Мұнай саласында сұраныс көп болмайды. Сондықтан бірнеше саланы алып жүрген дұрыс. Мысалы, егер мұнайшы болсаңыз, егер оқып жатсаңыз, онда мұнайға қосымша икемділіктер игерген дұрыс. Және программирование дейді, немесе басқа икемділіктерді. Сіз оқу бітірген кезде мұнай саласында егер жұмыс болмаса, басқа салада жұмыс істеуге әбден мүмкін болады. Немесе мұнай саласында бірнеше икемділіктер болған үшін сіз ең жақсы мұнайшы болуыңыз да мүмкін. Сондықтан қазір жастарға да бір саланы алып жүрген де қиын. Біз секілді емес та, бір диплом бітірдіңіз, бітті, жұмыс дайын емес та. Қазіргі салада көптеген икемдіктер білген дұрыс, көптеген маманы болған дұрыс саланы. Сондықтан айтам, сіздер бірнеше саланы алып жүріңіздер, бизнес қалай ашу керек, оны да үйреніңіздер дедім. Өйткені бәлкім келешекте бизнес ашасыздар, диплом керек болмай қалады. Сол секілді. Сондықтан жан-жақты болыңыздар, жан-жақты дамыңыздар деймін соны. Сонымен қазір мұнайда айлықтар үлкен ма? Мұнайдар айлықтар әр компанияға байланысты. Жалпы алған кезде мұнай саласына айлық жоғары негізі. Оны статистикада көрген кезде мұнай саласы, мұнай кең орындар, басқа да ТПИ дейді ғой, твердо базилийском, ол жақтарда жалпы алған кезде басқа салалардан көбірек. Эксперттер айтып жатыр, біздің Қазақстанымызда мұнай бітіріп бара жатыр. 20 әлде 30 миллиард баррель бар, бірақ та содан кейін ол 20-25 жылдың ішінде бітеді. Енді бізге жаңа мұнайды табу керек. Сондықтан бұл процесс бара жатыр ма, әлде бітті? Енді алдында есептелген кең қоры бар. Енді дүниежүзілік BP дейді ғой, статистикаға қарайтын болсақ, бұлар енді Қазақстан мемлекетінің несіне алады, статистикасын алады. 30 миллиардқа жуық кең қорымыз бар, мұнай кең қоры. Қазір таңда күнделікті 2 миллион мұнай шықса, ол енді сіз айтқан секілді 10-15 жыл одан да көпке шыдайды. Кен қорымыз жылдан жылға азаяды, себебі біз өндіріп жатыр. Жаңа егер кен қордар қоспасақ, онда кен орындары толмайды, азаяды. Кен қорынан қарайтын болсақ, бірінші орында Венесуэла негізі. Дүние жүзінде Венесуэла. Экономика жағы тұрғынан қарасақ, Венесуэла ең артта. Ол кен қорына бәлкім байланысты емес. Норвегияда мысалы біздің кен қорымыз Норвегиядан көп. Бірақ Норвегия өзін тиімді қолданады. Сондықтан мен өз пікірім, қазіргі өніміміз негізі жетеді, ол өнімді дұрыс қолдана білу керек, пайдалана білу керек. Әрине, қатты азайып кетпеу үшін жаңа кен қорындарын ашу керек, тиімді ретінде, экономика ретінде. Жаңағы ақшаны геологияны зерттеу ретінде құя бермей, оның бір белгілі бір несі болу керек, кірісі болу керек, тиімді жағын қарау керек та. Әрі экономика жағына көп ақша жаратпай, көп кен қорын табуға тырысу керек. Мұнай әлі де бар ма? Сондықтан әлде жаңа мұнайды, Қазақстанның жерінде жаңа мұнайды табуға бола ма? Сіздің ойыңызша, әлі ол сол жерде бар ма әлде? Мұнай кен қорындар әлі де бар деп ойлаймын. Үлкен болмаса да, кішігірім кен қорындар әлі де көп деп ойлаймын, табуға болады. Оның әрине алып келгенде экономика тіреледі. Мұнайдың бағасына, ол кен қорын өндіруіне, ол ауыр, жеңіл мұнай ма, оның тереңдігі, соның бәрін есептеу керек. Егер тиімді болса, онда компаниялар оны өндіреді. Ал тиімсіз болса, онда қала береді. Жауаптарыңызға көп рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерге де рахмет. Бұл Абзал Нұрымбетов, Oil and Gas Analytics каналының авторы мұнай туралы бізге айтатын болды. Біздің каналымызға жазылыңыздар, лайкты басыңыз, пікіріңізді жазыңыздар. Сау болыңыздар.